أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Tağlanın қалауымен бүгінгі тақырыбымыз көпшіліктің сұранысы, көпшіліктен қойылатын сұраққа байланысты. Көптеген адамдарға намаз оқымайсың ба десе, Алла Тағала қашан қалайды сол кезде оқимын деп жатады. Немесе мына қылығың дұрыс емес, бұл қайтарылған істерден ғой десең, Алла Тағала осыны қалады ғой, сол үшін мен осыны істеп жатырмын дейтін де адамдар бар. Енді осы тақырыпта қаншама адамдардан ұсыныс келіп түсті, сұрақтар келіп түскен еді. Осы сұраққа жауапты көпшілікпен бөліскіміз келіп отыр. Имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің Фиқл Акбар кітабында мынандай бір мәтінді келтіреді. وَلَا يَكُنُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَكَتْبِهِ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كَتَبَ بِوَصْبِ لَا بِالْحُكْمِ дейді. Адамдардың бұл дүниеде не істеп, не қоюы, қалай болуы, бұл нәрсенің барлығы тағдыр дейміз ғой. Бұл нәрсе сізбен біз жаратылмай тұрып, Алла Тағала біздің тағдырымызды Лаухул Махфузға жазып қойған. Лаухул Махфузға жазылған жерінде біл уасыппен жазылған. Ол біл хүкіммен емес дейді. Ақидада екі мәселе қарастырылады. Үкіммен жазылу, уасыппен жазылу деген нәрсе бар. Осы жерде үкіммен жазылуға бір тоқталатын болса, ол үкіммен жазылу сіздің ұл боп немесе қыз боп туылуыңыз, сіздің қай өлкеде туылуыңыз, немесе сіз кімнің перзенті болуыңыз, бұның барлығы үкіммен жазылған. Өйткені бұл сіздің қалауыңыздағы емес, сіз бұны өзгерте алмайсыз. Ал уасыппен жазылған нәрсе нелер? Сіздің таңдауыңыз, сіздің жол жүруіңіз, бұл дүниедегі іс әрекетіңіз, жасайтын амалдарыңыз, сөйлейтін сөздеріңіз, бұлардың бәрі уасыппен болып жатқан дүние. Енді сіздер түсіну үшін осы нәрсені былай ашып көрсетейік. Хүкіммен деген нәрсе адамның таңдауынсыз орын алатын дүние. Сіздің жаңағыдай айтқан таңдау жоқ, таңдау еркі берілмеген сізге. Сіз қайда туылып, қайда кімнің перзенті болу, ол сізге еркі берілмеген. Ал бұл таңдаусыз болған нәрсе хүкіммен болып жатқан нәрсе. Ал адамның таңдауымен болып жатқан нәрсе, бұның барлығы уасыппен болып жатқан нәрсе. Енді көптеген бауырларымыз айтады, намаз оқымайсың ба десек, Алла Тағала қашан қалайды, сол кезде оқимын дейді. Бұл шатаспайық. Бұл сіздің намаз оқуыңыз, бұл дүниеде қалай өмір сүруіңіз, қалай жүруіңіз, қай бағытты ұстануыңыз, бұл уасыппен болып жатқан нәрсе. Яғни сізге Алла Тағала ықтияр еркіңізге берілген, қалауыңызға берілген дүние. Сондықтан да көпшілік бауырлар қателеспеңіздер. Екінші нәрсесі бар, мына нәрсең дұрыс емес, харам ғой десең, Алла Тағала мені осы нәрсеге бұйырып істетіп отыр екен, бұның несі харам дейтіндер де бар. Осыған бір кішкентай оқиғамызды келтірейік. Омар радиаллаху анхудың кезінде бір адам ұрлық жасап қояды. Шариғатта білесіздер, ұрлық жасаған үшін қол кесу деген нәрсе бар. Омар радиаллаху анхудың үкімі шығып, қол кесуге бұйырылған кезінде әлгі ұры кісі айтады: "Ей Омар, ей Амирул Муъминин, ей момындардың әміршісі, мен Алла Тағаланың бұйрығын істегендігім үшін, Алланың қалауын орындағаным үшін сіз менің қолымды шаппақсыз ба?" деді. Омар радиаллаху анху айтты: "Иә, Алла Тағаланың қалағандығы үшін, Алла Тағаланың бұйрығымен сенің қолыңды шаумақшымын" деді. Өйткені ұрлық жасау ол
Алла Тағала сізге жаса деп бұйырылған, лаухул махфузға солай бұйырылып қойған дүние емес. Ұрлық жасау ол дұрыс емес екендігі шариғатымызда, Құранымызда, сүннетімізде ашық баяндалып кеткен. Ішімдік ішпеу ашық баяндалып кеткен. Дұрыс жолды ұстану, ата-ананың қызметінде болу, ата-анаға өф депті айтуға болмайды дегенде, жалпы Алла Тағала міндеттеген парыз амалдарды істеп, қайтарған тыйымдардан қайту, бұл сізбен бізге берілген ықтияри амалдар екен. Қаласаңыз, ішіп жүріңіз, шегіп жүріңіз. Бірақ міндетті түрде бұл үшін адам не істейді екен? Жауап береді. Қаласаңыз, намаз оқыңыз, ораза ұстаңыз. Міндетті түрде қияметте осы үшін Алла Тағаланың алдында әжір сауабын алады екенбіз. Әл-Уасыпта ықтияр бар. Алла Тағала егерде барлық нәрсені лаухул махфузға хүкіммен жазған кезінде еді дейді, онда Зайид мұсылман болып жәннатқа кірсін, Абдулла кәпір болып тозаққа кірсін дегендей үкімдер шығу керек еді дейді. Бәлкім ондай емес. Әсте ондай емес. Алла Тағала лаухул махфузға сізбен біздің өзгерте алмайтын үкімдерімізді, тағдырымызды жазған, ал сізбен бізге ықтияр берілген, тағдырымызда өзгертуге мүмкіндік бар болған нәрселерді, оларды үкіммен емес, бәлкім уасыппен жазып өткен. Сондықтан да сізбен біздің мұсылман болуымыз, дұрыс бағытты ұстануымыз, жаман нәрсе қайтарылған амалдардан қайтуымыз, бұйырған нәрсені орындауымыз сізбен біздің ықтиярымызға, яғни таңдауымызға берілген амалдардан екен. Ешқашан адасып, қателесіп кетпейік. Тағдыр мәселесі ол адамның кіріп сөйлей беретін мәселесі емес. Имам Абу Ханифа осы кішкентай мәтін арқылы адамның тағдырын бізге түсіндіріп өтті. Міне, сондықтан да қаншама жастарымыз жүр, қаншама аталарымыз да бар, ағаларымыз да бар, әлі маңдайы сәждеге тимеген. Қаншама жастарымыз жүр, өздерін харамнан алыстата алмай жүрген. Соларға айтарымыз, бұл үкім Алла Тағала тарапынан бекітілген үкім емес, бәлкім Алла Тағала тарапынан сізбен бізге ықтияр ретінде беріп қойған бір амалдардан екен. Сол үшін де Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Вәлә нәбілуәннәкум» деп айтып өтті. Біз сендерді сынаймыз деді. Сынау түрлі-түрлі жолмен келеді. Әрбір дүниедегі қызығушылық дүниелер бар. Тіпті сол сынақтың ішінде шайтанның да бір өзіндік бір іс-әрекеті бар екенін де ұмытпайық. Онымен қоса адамның өзінің нәпсісі бар. Бұлардың барлығы сізбен біз үшін бір сынақ екен. Қаласаңыз сол нәпсіңізді жеңіп, шайтанға қарсы тұрып, намазыңызды орындап, Құраныңызды жаттап, Құрандағы, хадистегі үкімдерге амал етіңіз. Қаласаңыз, өзіңіз білгендей, сондай тыйымдардан тыйылмай, шайтанның үгіттеген жолымен жүріңіз. Бірақ қияметте баратын жеріміз барлығы сол есеп-қисап. Сол жерде сізбен біздің үкіміміз шығады. Бұл дүниеде ықтиярына салынған кезінде де Алланың бұйрығынан қашпаған, тыйымынан тыйылған пенделері сүйіншіленіп жәннатқа кіріп жатады. Ал бұл дүниедегі ықтиярына берілген кезінде шайтани амалдар, нәпсісіне берілген, нәпсісінің құлы болған пенделер қияметте тозаққа кетіп жатады екен. Сондықтан да құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар, әрқашанда біз жолымызды таңдағанда Алла Тағаланың Құранында айтып өткен таза жолды, сүннетте көрсетіліп қойған дұрыс жолды таңдауымыз керек екен. Ал Құранға қайшы келетін, сүннетке қайшы келетін,
шариғатымызға, дінімізге қайшы болған амалдардан өзімізді аулақ ұстайық. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.